Қайырлы достар, бүгін біздер Хейген платформасы, яғни жасанды желі арқылы, яғни нейро желісі арқылы өнімді жарнамалау немесе жаңағы аватар арқылы өнім жарнамалау деген сияқты сіздермен бірге мәселені қарастыратын боламыз. Бізде енді бұл жерде тіркелу керек, менің компаниям деп тұр, және сіз қандай профессиямен айналысасыз дейді. Бұл жерде енді IT сферасы деп мен белгілеп тұрмын, информатика болғандықтан сіздер студент немесе тағы да басқа тақырыптарды таңдасаңыз болады. Бұл жерде енді өткізіп жібереміз, немесе learning деп яғни таңдасаңыз болады. Бізде осындай жаңағы алғашқы бет шығады, және де мұнда түрлі жаңағы тегін аватарлар бар. Енді Хейген жаңағы нейро желісінің ерекшелігі бұл жерде тек қана 3 видео жасауға мүмкіндік береді, 5 минутқа дейін, 300 секундқа дейін, немесе жаңағы бірнеше видеоны 1 минуттан жасайсыз, 3 видеоны, немесе 3 минуттық видеоны, немесе 1, 2 және 5 минут арасында 1 видео жасайсыз. Енді бізде бұл жерде аватарс деген ассистенттерінің қатарында аватарс деп тұрған жүйе бар, яғни платформаның батырмасы бар. Осы жерді басып, осы жердің ішінен видео аватардың ішінен инстант аватар деген бөлігін. Бұл жерде бізге жалпы қалай жұмыс жасау керек деген сияқты, қалай түсіру керек видеоны, соның үлгісі арқылы видео берілген. Одан кейін бізде стиль немесе motion деген екі түрі тұр. Яғни бұл жерде стильде видеоны түсірген кезде сіз қозғалмай тұру керексіз. Осылай екіншісінде motionде сіздер жаңағы бірнеше кадрдан, яғни камера қозғалып тұрады. Видеомыз қазір стиль форматында түсірілген, сол себепті осыны таңдаймыз. Енді жасау үшін біздер екінші қадамына келдік. Инструкция деп аталады екінші қадамы. Бұл жерде видео инструкция немесе мәтін ретіндегі инструкция тұр. Біздер енді мәтін ретіндегі инструкцияны таңдаймыз, және бұл жерде не нәрселер рекомендация дейді, яғни ұсынылады, немесе не нәрсені жасауға болмайды. Енді бізде не нәрселер жасау керек ұсынылады, яғни 2 минут пен 5 минут аралығындағы бейне түсіруге, және жаңағы камераға тіке қарап отыруға, сонымен қатар жаңағы паузаға қоюға, мына жерден бүйтіп қасына апаратын болсаңыз, жесттарыңыз, жаңағы қолдарыңыз ондай қатты жаңағы бірнеше типтері бар, солай ғана қойғалғаны жөн дейді. Енді бұл жерде енді керісінше жағдайларда жаңағы қолды жаңағы әртүрлі форматтарда жаңа біздер енді қолданамыз, бұны смайликтерде жасауға тыйым салынған дейді. Енді бізге түсінікті ары қарай деп біз басамыз, одан кейін сіздерге осындай жер шығады, яғни веб-камераны пайдалану арқылы жазамын қазір видеоны, немесе дайын видеоны жүктеймін. Енді менде дайын тұрған видео бар, соны жүктей саламын, ал бұл жерде веб-камера арқылы да пайдалансаңыздар болады. Бұл жерде екі жаңағы, бұл жерде Google дискідегі, Google Drive-дағы мәліметтің сілтемесін салсаңыз болады, немесе браузерге локальный файл ретінде қоссаңыз болады. Мен кеше WhatsApp-тан жіберген видеом бар, соны саламын. Бұл жерде 2 минуттық видео, қазір сіздер мәтінін көресіздер. Бұл жерде еш нәрсеге қатысы жоқ. Мәтіннің қалай басталып жатқанын көріп тұрсыз. Бұл жерде жаңағы барлық келісімдерге қоямыз, 4-еуіне, 5-шісіне қою ондай маңызды емес. Одан кейін ары қарай жалғастырамыз. Бұл жерде веб-камераға доступ алуымыз керек, себебі бұл жерде жаңағы біздің жасап жатырған адамымыздың рұқсатнамасын сұрайтын болады. Бұл жерде жаңағы мәтін шығып тұр, яғни біз қалай беруіміз керек мәтінді. Тексеріп жатырмын видеокамерамен мәтінді, одан кейін жалғастырамыз. Я информатика ОБТ, настоящем разрешаю Хейген использовать видеоматериалы со мной для создания аватара Хейген для использования на платформе Хейген деген біздер жаңағы сөзді және осыдан кейінгі парольді айтуымыз керек болады.
бизге барлыгы 20 секунд убакыт берилет. Я информатика ОБТ, настоящим разрешаю Хейген использовать видеоматериалы со мной для создания аватара Хейген, для использования на платформе Хейген, для обеспечения безопасности. Это пароль PTSS. Finish recording дегенде басамыз. Одан кейін яғни аяқтадым деген. Осы жүктегенден кейін біздер 20 секунд ішінде ол біздің жаңағы видеоға түскен өзіміз екенімізді анықтайды. Платформа өзігінен тексереді. Жаңа қарайтын болсаңыздар, біз 3 пунктінен өтіп, 4-ші, яғни consent дейді, 4-ші соңғы аяқтайтын жеріне келдік. Бұл жерде жаңағы текстті ағылшын немесе басқа тілдерде де алсаңыздар болады. Бізге өзі автоматты орысшылық тұрғасын, автоматты түрде соны басып жібердік. Енді қайтадан түсірсеңіз болады, немесе ары қарай қазір бізде 20 секундтан кейін тексеріп алғаннан кейін біз жаңа парольді дұрыс айттық па, сөзді дұрыс айттық па, содан кейін барып ары қарай жалғастыратын боламыз. Бұл жерде енді 20 секундтай күту керек болады. Болды, дұрыс дейді. Ары қарай жалғастырамыз. Біздің видеомызды жүктеп жатыр, я. Қазір жаңағы біздер 3 этапынан өтіп, соңғы этапындамыз. Осыдан кейін қазір біздер жаңағы берілген жерге бізге аватарымызды шығарады және оған белгілі бір сөз жазуға рұқсат береді бізге. Қандай тілде болса да, өзіміз білеміз, мәтінді теріп жазуға рұқсат береді. Мен қазір бұл жерде бәрімізге белгілі Чанган деген көлік бар. Соның характеристикасын алып отырмын. Ағылшын тіліндегі копировать етіп алдым. Енді осы характеристиканы бұл жерде оригиналды көрсетейік. Мына жерге дейін мен копировать етіп аламын. Одан кейін Хейгенға барам. Бізде бұл жерде 49-50 дейді. Видеомыз жүктеліп жатыр. Қазір мен осы Чанган көлігін рекламит етіп қарайым. Бізден қалай шығады екен. Мен мүлде ағылшынша сөйлеген жоқпын видеода. Қазір ол видеоны қарасақ та болады. Біткеннен кейін бізде міне видеомыз жүктелген екен. Біздер енді кіреміз. Одан кейін жасау бізде портрет түрінде немесе альбомный деп тұрады. Біздер телефонмен түсіргендіктен портрет түрінде ауыстырамыз. Одан кейін жерде мәтінін ашып алып, ағылшын тілінде тұр дейді мәтіні. Жаңағы алып келген мәтінімізді қоя аламыз. Ол үшін жаңағы кетіріп, өзіміздің 2000 символға тең сияды. Бұл жерде 268 символ жазып отырық. Осыдан кейін бізде автоматты түрде жаңағы ол мәтінімізді оқып, видеомызды дайындайтын болады. Қазір мәтінімізді дайындап жатыр. Submit деген батырманы жасаймыз, басамыз. Видеомыз 100% дайын болды. Енді біздер осының батырманың үстіне басып, жаңағы видеоның дайындығын қараймыз. Қазір бұл жерде 720-1080-4000 деген качество бар. Енді біз тегін версиясында болғандықтан 720 версия жаңағы разрешениесімен қарай аламыз және жүктей аламыз. Қазір қарайық. Мен берген мәліметтерді бана Чанган CS75 деген көлік туралы реклама дайындап берді. Видео яғни менің мәтінім туралы. The Chang'an CS75 is a compact crossover SUV produced by Chang'an Automobile. Debuted during the 2013 Guangzhou Auto Show and launched on the Chinese auto market in 2014, the original Chang'an CS75 received a facelift in 2018 and an additional PHEV model in the same year. Ары қарай бізде енді осы дайын болған бейнелерді жүктеуге жаңа көрсеттім. Ағылшын тілінде сөйлеп тұр барлығы. Одан кейін енді оны тағы да басқаша ретліктер көп өзгертетін. Бұл жерде жапон тілінде сөйлетіп көрдік жаңағы. Одан кейін жүктеу. Бұл жерде жүктеудің бірнеше жаңағы түрлері бізде ашылады. Мен жаңа видео арқылы болғандықтан видео арқылы жүктеп тұрмын. Бұл жерде 1 минутқа жаңағы 10 секундтық, 5 секундтық, одан да аз болатын болса, жаңағы GIF ретінде де жүктеуге болады. Бұл жерде Хейген
нейро желісін пайдалану арқылы жасалған бейне. Бұл жерде осы бейненің жаңағы негізгі нұсқасы. Енді видеоны бізде жаңа бірнеше жаңағы тілдерде басқа мәлімет салып жүктеп көрдік. Яғни бұның барлығы қазіргі таңда қолжетімді және тегін.